Сабағымыздың тақырыбы мәтін есеп, сөз есеп. Бұл жерде бізде екі нәрсені ажыратып білуіміз керек. Тақырыбына қарасаңда санның бөлігін табуды білуіміз керек. Және керісінше бөлігі бойынша санды табуымыз керек. Сол екі нәрсені ажыратуымыз керек. Сөз есеп оқимыз ғой. Сол кезде бізде нені сұрап тұр? Санның бөлігін табуды сұрап тұр ма? Әлде бөлігі бойынша санды табуды сұрап тұр ма? Сол екеуінің ара жігін ажыратып болуы керек. Сол кезде есептерін шығарып Так, мысалға, санның бөлігін табуға байланысты есеп. Мысалы, мынандай есеп алайық бір. Қандай да бір жолда алайық, мына аралық болсын. Мына жерден бастап, мына жерге шейін мысалға 80 километр болсын, жақсы ма? 80 километр болсын. Мысалға, бірінші ойша шығарып көрейікші. Мысалы, мына барлық 80 километр болса, осының 2/1 бөлігі қанша болады? 2/1 бөлігі. 2/1 бөлігін табу бойынша қиын емес. Яғни жартысы деген сөз ғой. Қазақша айтсақ, жартысы деген сөзді білдіреді. 2/1 деген сөз. Мына 80-ді ровно 2-ге бөлеміз міне. 2 бөлсек, мына 2 бөлік бар ғой. Осы 2 бөліктің мына жағы міне 1 бөлік, мына жағы 1 бөлік міне. Екеуі 40 километр дегенді білдіреді. Так, жақсы. 2/1 бөлігін түсікті. Мысалы 4-тен 1 бөлік десе айтамыз. 20. Бұл кезде мына 4-ге бөлу керек. Ровно 4-ге бөлу керек. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік. Әр қайсысы бір-бірдей болып бөліну керек қой. 20, 20, 20, 20 деген сияқты. Бәрі қоссақ 80 шығу керек. Түсінесіздер ме? Енді қазір мынандай нәрсе. Мысалға айтады, есепте 80 километр беріп қойды ғой. Сендерге айтады мысалға, шұғыла дейді да, 80 километрдің 5-тен 4 бөлігін жүріп өтті дейді. Түсінесіздер ме? Шұғыла осы 80 километрдің 5-тен 4 бөлігін жүріп өтті десе, яғни ол қанша километр жүрген? Оны табу үшін істейміз. Мысалға, өше тыңдап тұрсақ, егер қандай да бір үлкен бір целый бір арақашықты беріп қойып, соны бір кішкентай кусогын сұраса, сол кусокқа көбейтесіңдер. Мысалы айтып тұрмын мен, барлығы 80 екенін білемін ғой мен. Соның 5-тен 4 бөлігін ғана сұрап тұрмын мен. Барлығын сұрап тұрған жоқпын. Осы кусоктың 5-тен 4 бөлігін ғана сұрап тұрмын. Ол кезде көбейтеміз. Түсінесіз ме? Міне, 80-ді 5-тен 4-ге көбейтемін. Осыны есептесек, қазір шығады сонда. Шұғыла қанша километр жүргенін табамыз сол кезде. Ол үшін ары қарай. Мына көбейтуді біз алдын 90-да өттік. 80-нің астында бір бәрді ойлаймыз ғой. Сонда алым мен алым көбейтемін. 80 көбейту 4. И мына астында бір бар ғой. 1 мен 5-ті көбейтемін. 5. Өші қысқаратын болса қысқартып жіберейік. 80-ді 5-ге көбейтемін. 16, 80-ді 5-ге бөлсек. 16 4-ге көбейтемін. 64-ті. 64 қалай? Дұрыс емес пе? 80-ді 5-ге бөлді міне. Екеуіңді 5-ге өтсін. Қындаймыз? 80-ді 5-ге өтпей ақта шығарып олар. 80-ді 5-ге бөліп 16 ғой. Сол 16-нын енді 5-тен 4 қой, біреу 1 бөлігі қалады. 80-нен жаңағы 16-ны 4-ге бөлеміз, 80-нен 64-ті қалай азайтсақ, жаңағы 16-ны. Ол нәрсе ғой, 80-ді 5-ге бөліп алып тұр көрінген, 16 шықты, и сол 16-ны 4-ге көбейтіп жатыр, 64. Сонда мысалы мына жерде өзгертетін болса, ровно 5 бөлікке бөлдік сонда. 1, 2, 3, 4, 5 міне. Мына барлық 5 бөлік қой. Соның шұғыла тек мына жерден бастады да 1 бөлігін, 2 бөлігін, 3 бөлігін, 4 бөлігін. Мына жерге келді де тоқтап қалды шұғыла. Мұнаның барлығы 80 екен, біз мына жерді тауып тұрып қой міне. Сонда 64 километр жүрген екен шұғыла. Түсінесіздер ме? Сонда қайталап айтамын. Санның, любой бір санның бөлігін сұрайын ма? Соған көбейте қоясыңдар, жақсы ма? Есептей қоясыңдар, болды. Бұл санның бөлігін табу ма? Бұл тек санның бөлігін табу, мынаны айтып тұрмын мен. Енді керісінше, бөлігі бойынша сан табу, тыңдаймыз, артылар. Мысалға, бөлігі бойынша сан табу деген былай сөз. Енді бізге кішкентай бір кусогын беріп қояды, бірақ барлығын сұрайды. Осы кезде қалай істейміз? Мына есепті алайық қайттан, 5-тен 4 бөлігі. Мынау 5 бөліктің 4-тен қанша деді жаңа? 64 деді қой, 64. Енді мағана барлығын табу керек, 80 шығам екен көрейік осыны. Ондай кезде былай істейсіңдер. 64-ті аласыңдар да, оны бөлу керек. Осы 5-тен 4-ке. Ондай кезде бөлесіңдер.
Мындаймыз. Мен айтып тағы да бір айтып жіберем. Міне, мына барлық бөліктің тек кішкентай бір кусогын айтып бердім, түсінесіздер ме? Мына айтады есептейді мысалға. Барлық жолдың міне 5-тен 4 бөлігі 64 километр екенін айтылған есепте. Түсінесіздер ме? Мына барлық жолды айтпаған, тек кішкентай бір бөлігін ғана айтқан. 5-тен 4 бөлігі 64 километр деген. Енді барлық жолды сұраса, ондай кезде табу үшін бөлесіздер, түсінесіз ме? Енді бөлу есептіге түсірейік. Есепті бір-біріне бөлген кезде 64-ті жазып қояды дедік та, көбейту деп, мына екі жүздің орнын ауыстырады дедік қой. 4-тен 5. Дәл жаңағы мен қалай көбейтіп дәл соны жасаймыз. 64-тен 5-ті көбейтем, ал мына 4-ке бөлем. 64-ті бөлеміз. Қысқартам, 16 қояды. 16-5-ке көбейтем. 80 ұзыды, е? Сонда міне барлығы 80 километр екен. Түсінсіз ме? Есеп шығарған кезде осы екі нәрсені ажыратыңдар. Мәлім есепті оқып отырасыңдар ғой. Сол кезде сендерде санның бөлігін тап деп тұр ма? Әлде бөлігі бойынша санға табу керек па? Осы екеуін ажыратсаңдар, көбейтетін бөлуден шатыспайсыңдар. Просто оны түсіну керек. Қандай есеп? Сұрақ бар ма? Сұрақ ешкімде болмаса, көшіп біраз болайық та, бірінші сеттен бастап шығарайық.